Осы жерде одна изображение или видео деп тұр ғой. Бізге қазір бір ғана фото керек. Ал егерде сіздерге 2-3 фото қойғыларыңыз келсе, бірінен кейін бірі, ондай жағдайда кольцевая галереяны қолданасыздар. Бірақ бізге қазір одна изображение керек. Ол үшін төмен қарай түсеміз. Медиа файл таңдаймыз. Міне, менде мына жерде 1080-де 1080 размерінде бір медиа файл таңдап алдым. Оны қалай істедім? Қазір бізде міне бір фото қолданылып тұр. Так. Қазір міне фотоны алдық. Осыны қалай жасадық біз? Очистить все. Қазір қайтадан сіздерге көрсететін боламын. Добавить медиа файл. Міне, бізде қазір 3 фото тұр, осы дайын. Мына фото 1080-де 1080 болған жағдайда ғана сіздің фотоңыз өтеді. 568-де 464 деген сияқтылар өтпейді. Бұлар кішкентай болып қалады пиксельдері. Сондықтан, егерде сізде фотоңызда 500 пиксельден төмен или широкий деген сияқты сообщениелер тұрса мына жерде, ондай жағдайда сіз фотоңызды ауыстыру керексіз. Немесе размерін иншот арқылы деген сияқты видеоларды редактировать етесіздер ғой, сол сияқты етіп размерді кесіп тастаған дұрыс болады. Далее міне, вертикальное фото, квадратное. Міне, егерде 9-да 16 болып кетті. Көрдік қой, мына жерде мынау Инстаграмдағы историяда шығатын фото, мынау квадратный 1:1 дегеніміз лентада шығатын фото. Егерде мына вертикальное дегенді алып тастасақ, ондай жағдайда историяға осындай көлемде болып шығады. Готово. Міне, біз осылай медиа файлды, яғни медиа объектіні алып алдық. Бұдан төмен қарай түскен кезде бізге основной текст керек болады. Яғни бізде мына фотоның астында біздің осы ақпарат керек болады. Ол үшін бізде мына жерде дайындап алған бір арнайы описаниеміз бар. Қазір. Так. Құдай. Арнайы мына жердегі дайындап алған описаниямызды мына новая коллекция деп тұр. Осыны көшіріп аламыз. Копировать. Вставить ету арқылы осы жерге алып келіп аламыз. Сол кезде бізде, міне, мына жерде қараңыздаршы, төмен қарай түскен кезде, мына бізде лентада ортопед обувь Алматы Инстаграм парақшамыз көрініп тұр ғой. Жаңа біз Инстаграмды қостық, я? Енді астында мына жерде новая коллекция весна производство Турция деп тұр. Осылай шығып тұрады. Ол мына жердегі описанияға байланысты. Ал мына жерде міне Инстаграмның лентасы тұр, мынау историясы тұр. Подробнее басқан кезде адамдар сіздің мына жерде URL-ді қоямыз қазір мына жерге. Міне, осы жерге қазір өзімізге керекті сілтемені қоямыз. URL сайта дегеніміз орысшаға аударғанда кәдімгі ссылка, сілтеме. Сондықтан ешқандай ерекшелігі жоқ, өзімізге керекті ақпараттарды қоятын боламыз. Мына жерде тағы бір айта кететініміз, основной текст біреу ғана емес, бірнеше етіп жазуға болады. Добавить вариант деп, тағы да бір описание қоссаңыз болады. 2-3 описание қойсаңыз, мына Facebooktың өзінің алгоритмі қай описание көп қаралымға ие болды, сол описаниемен жіберетін болады сіздің Инстаграмдарыңызда. Яғни міне тұр ғой, новая коллекция весна деген. Осы жерде, мына жерде тағы да добавить етіп, 2-3 тағы да қосатын болсаңыз, мына жерде өшіріп тастай салайын. Ол кезде мына жерде кім көбірек көрді, сол описание шығып тұратын болады. Заголовок бізде не обязательно. Неге? Себебі бұны Facebookқа реклама жіберген кезде ғана жазатын боламыз. Ал бізге Инстаграмға жіберетін болғандықтан бұл жерді өткізіп жіберсек болады. URL сайта. Осы жерге біз қазір дайындап алған арнайы өзіміздің ссылкамызды қоятын боламыз.